Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы бұл влогты түсірудегі негізгі менің мақсатым соңғы 3 жылдағы өзімнің өмір жолым жайлы бөліскім келді. Жалпы негізі мен бұл жердегі айтатын ақпараттарды менен алынатын алдағы уақытта интервьюлер болса, әрине ол жерде басым көпшілігін айта қоймаймын деп ойлаймын. Сол себепті қазір нақты өзім жайлы, не істегенім жайлы, осы күнге қалай жеттім, не істедім, сол жайлы бөліскім келіп отыр. Және одан бөлек соңғы біздегі жағымды жаңалыққа байланысты көптеген қыз-келіншектің ойларындағы сұрақтарға жауап беретін болам. Сондықтан осы влогты соңына дейін көріңіздер. Енді мен кішкентай күнімнен бастап барлығымыздың арманымыз болды. Мен кішкентай кезімде шығарма жазып, журналистикаға түсіп, телевидениеде халыққа танылсам деген арманым болған. Бірақ оқу бітіргеннен кейін өкінішке орай басым көпшілігіміздің басымызда бар жағдай арманға жету қиын. Сол себепті мен оқу бітірген соң, енді ақша керек болғаннан кейін бір жағы мен үшін мүмкін емес болды танымал болу. Сол себептен мен жұмыс іздедім. Мен қандай жерде жұмыс істемедім, официантта болдым, танымал бургер жасайтын жерде продавец, кассир болдым. Тіпті Нұр-Сұлтан қаласындағы мега сауда орталығында продавец консультант болып жұмыс істедім, киім бутигінде. Және ең есте қаларлығы соның ішінде 2018 жылы мен осы қазақстандық белгілі банкте оператор болып жұмыс жасадым. Ол бірақ мен үшін өте қиын кезең, өте ауыр естеліктер бар кез. Мен оны бір болады ғой бір кейде бір ой, сол кезде жұмыс істегенім ай деп елестететіндей жұмыс болған жоқ ол менде. Себебі ол жерде мен қарапайым оператормын. Мен біреулерге звондап, кредитіңізді қашан төлейсіз, бірдеңе деген ондай оператор емеспін. Сол себепті кез келген адам бізге звондайды, өзінің барлық жалыптарын, реніштерін жай ғана айтып қоймай, боқтап, айғайлап айтатын. Мен ондай сөздерді өмірімде басқа біреуден, мысалы, көшеден естіп көрген емеспін, басқа адамдарға айтып жатқан жерінде. Ал ондай сөздер тікелей өзіңе келгенде екі есе ауыр. Кәдімгідей тыңдап отырып, ана жерде микрофонды өшіріп қойып, көзімнен жасым парлап, жылап отыратынмын. Ол кездерде енді ақшаның керек болғандығынан ғана сол жерде отырдым, істеп. Карьерам жақсы көтерілді, бастықтардан, жетекшілерден жақсы алғыс хаттар, сөздер естіп жаттым. Ол енді мені қуантады әрине, бірақ адамдардың, сені танымайтын адамдардың солай жер-жебіріңе жеткен кезде мен ойлайтын, мен не үшін істеп жүрмін мына жерде, мен ақшасы құрсыншы, мен неге өзіме ұнайтын нәрсені істемеймін, неге мен өзіме ұнамайтын жерде басқадан сөз естіп жылауым керек деп сөйтіп жылап жүретінмін. Ақырында мен ол жерден кетуге шешім қабылдадым. Солай 2018 жылы 2-3 ай ма істедім да шығып кеттім. Оған қоса жалақысы да өте аз болатын, былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді. Жеке басыңа жететіндей ақша болған жоқ. Мысалы, квартираң бар, тамағың бар. Жалпы қыз баласы болғаннан кейін киінгің келеді, қыдырғың келеді, бірақ менің жалақым оны көтермейтін, мүлдем. Содан кейін ол да бір жағынан әсер етті, солай мен жұмыстан шығып кеттім, бірақ артынан іле-шала Сәлем Social Media компаниясына жұмысқа кірдім, автор сценарист ретінде. Дәл сол кезде маған қазіргі таңдағы YouTube-тағы қазақстандық рейтингі жоғары веб-сериалдардың бірі сүйкімді Stories сериалына сценарий жазу ұсынылды. Мен сол сценарийді жаздым. Жазып жүріп, сол Сәлем Social Media компаниясы үлкен байқау ұйымдастырып жатыр деген жаңалықты маған Дидар жіберді. Осындай жаңалық бар, қара деп. Және ол жерде 3 бағыт бойынша байқау жарияланды: стендап, кавер және вайннан. Мен оны бір қарадым да, сол күйі қалды, ұмытып кеттім, дальше сценарийім жазып жүре бердім. Бір күні қарасам, Инстаграмда сол байқаудың бітуіне соңғы күн қалды деп тұр екен. Сразу Дикоға жазып, Дико, давай, мен мұнан әнді де айта алмайым, вайнда түсіре алмайым, бірақ стендап жазып көрейік деп.
Ол маған не туралы айтасың, айтатын тақырып жоқ қой деп, қош керек емес деп, мен бой бермеймін. Давай айтайық, жеті ағам бар ғой, енді менің туған жеті ағам туралы мәлімет бәріне қызық шығар, егер күлкілі қылып жазсақ деп. Сонымен өтірік бір монолог жазып, түсіріп жібердік. Бірақ мен үлгерген екем. Видеом қабылданды, одан кейін мен оны ұмытып кеттім. Өйткені ана жерде қатысушылар өте көп, менде шанс жоқ деп ойлап, сол күйі жүре бердім. Бірақ маған бір күні хабарласып, сіздің видеоңыз үздік 10-ға өтті. Желтоқсан айының 18 күні марапаттау кеші болады, соған келіңіз деді. Мен 18-інде уже, енді мен өзім жұмыстан недавно ғана шыққам. Менде ол кездері ақша жоқ болатын. Содан кейін Дидардан қарызға ақша алып, Дидардың соңғы ақшасы, соған қарызға ақша алып, Дико мен қазір двойка костюм алам сол кешке. Егерде мен жеңсем, онда қарызыңды қайтарып берем, жеңілсем, өкінішке орай тағы кейін қайтарам деп айттым. Мен сол кеш болатын жерге келдім, қаншама танымал адамдар отырды ол жерде, үздік үштікті анықтады. Яғни ол жерде 2 жігіт және мен бар екем, оған бір деп қуандым. Содан кейін сахнаға белгілі вайнер Миржан Төребаев пен келіншегі Дана Есееваны шақырды ортаға. Ол кісілер сол стендаптың номинациясын жариялайды, яғни жеңімпазды жариялау керек болды. Ол кісі де андай конвертті ұстап алып, интрига жасап, бітіп тұрды. Мен қорқып отырмын, айтпай ма енді тезірек деп, барабан соғылып жатыр ар жақта. Соңында пацаны, не обижайтесь, Жансая деген кезде мен секіріп, қуанып, сахнаға шықтым. Солайша мен 1 миллион теңге ұтып алдым, таза күйінде, және алғаш рет қазақ тілінде стендап оқыған екенмін сол кезде. Жалпы стендап бізде Қазақстанда бар, бірақ орыс тілінде жүргізіліп жүрген, ал мен қазақ тілінде алғаш рет оқыған екем. Және одан бұрын бізге мынадай тапсырма болатын. Егер жеңген жағдайда сендерде халықтың алдында оқитын бір монолог болуы керек. Соны оқисыңдар, дайын болыңдар деген. Сосын мен әдемілеп ол кезде уж монолог жаздым, Дидармен бірге отырып, күлкілі қылып жаздым. Бірақ сахнаға шыққан кезде мен жаңағы айтқан танымал адамдар аз емес екен. Ол жерде әнші, вайнер, блогер, қаншама продюсерлер отыр, танымал адамдар отыр. Олар көп еще тура ортада отыр. Мен қатты сасқалақта қалдым, дірілдеп, микрофон ұстай алмай. Ол жерде және бір мысалы Жайдармандағы сияқты қасыңда бірнеше адамдармен тұрмайсың, жалғыз өзің, бәрі кетіп қалған, тіпті жүргізушілердің өзі кетіп қалған. Мен енді мандраж дейді ғой, сондай ұстап монологымды оқып шықтым. Осылайша мен 1 миллион теңгені ұтып алдым. Бағыма орай Диконың ақшасын бірнеше еселеп қайтардым. Барлық кредиттерім болған басымда оларды жаптым. Өмірімде алғаш рет қымбат 40 мыңға, ол енді қатты қымбатта емес шығар, енді бір чересчур, но енді мен үшін ол қымбат болды. 40 мыңға куртка алып, мәз болып, ауылыма барып жаңа жылда үйдегілерге сыйлықтар апарып беріп, солай жасадым. Өте қатты көмек болды ол мен үшін. Және ол марапатта да мен өзіме ол марапатты мен өзіме қалай айтсам болады, қатты бағаладым, себебі қаншама танымал адамдардың көзіне түс алдым деген. Хотя бы осылай түс алдым деген. Арғарай уже болды, 1 миллионның буы кетті, бәрі басылды. Сосын сүйкімді сторис сериалымды жазып шығардым. Ол түсірілді, халыққа ұсынылды, ол кісілер жақсы бағалады сериалды. Одан кейін маған ұсыныстар түсе бастады. Осылайша мен Мағрипушка веб-сериалын, желіде Screen Life сериалын осыларды жазып шықтым. Одан бөлек енді мені басқа адамдар автор сценарист ретінде тани бастағандықтан біраз вайнерлерден вайнға заказ түсе бастады. Енді бізде кейбір вайндарды автор сценаристер жазып жатады, көптеген вайнерлердің, блогерлердің. Сосын мен вайн жаза бастадым. Бірақ мен сол вайнды жазып жүріп, өзім ойладым, неге мен осы вайнды өзім түсірмеймін? Ақыры мен біреуге жазып бере алам, неге өзіме жазып түсірмеске деп. Осылайша 2020 жылы март айында, как раз карантин жариялаған кезде, мен үйде отырып Дидарға айттым. Дидар енді бізде жұмыста удаленкаға жіберді.
Үйде екеуміз тупо бір апта кино көріп жаттық, ештеңе істеген жоқпыз. Кәдімгідей бостан бос. Сосын Дидарға айттым, ақыры мен Вайнға сценарий жазып жүрмін ғой, давай мен өзім түсірейін деп. Енді Дико андай айтты, қойш, сенде оқырман жоқ, ешкім жоқ, оны неменеге түсірем деп отырсың, оны кім көреді деген сияқты. Бірақ мен өзім андай бір қасиетім, алған бетімнен қайтпаймын. Дико бой бермесе де мен өзім көруім керек. Соны мен айттым, көрмесе көрмей ақ қойсын, мен өзім түсіре берем. Қашан жалығам, сол кезде қоям деп. Осылайша күнделікті күнделікті Вайн жазып отырып, күнделікті бүгін жазам, бүгін түсірем, бүгін салам. Күнде солай істеп отырдым. И осылайша март айынан июньге дейін 2,5 айдың ішінде мен 100 000 оқырманға жеттім. Былай қарасаңыз мүмкін емес, бірақ ол шындық. Мен ешқандай бір көп оқырманы бар танысымда жоқ. Мен бір реклама берген емеспін біреуге. Өздігінен вайндарым күлкілі болғандықтан оқырмандар жинала бастады. Осылайша болды, уже алғашқы рекламалар кетті, барлығы күшті сәтімен кетті. Мен қатты қуандым. Одан бөлек мен енді бір-екі рет стендапқа шыққан болатын қазақ тілінде. Олардан оқырмандар келіп жатты. Содан кейін ары қарай өзі осылай вайнерлік жолын басталып кетті. Бірақ негізі менің түпкі мақсатым бәрібірде қанша жерден мен әртүрлі сферада, әртүрлі жерде жұмыс жасап жатсам да, менің бала кезімдегі арманым мені не покидало дейді ғой, менің ойымнан кетпеді. Папам бала кезімде маған көп шығарма жаздыратын, кәдімгі өлеңмен шығарып тұрып күшті қылып жазатын. Сол кезде менің енді бейімімді көріп, папам маған айтатын, сен қызым осы халыққа танылсаң екен, журналист болсаң екен деп сөйтіп айтатын. Адамдар сені көрсе екен, ой, мынау Мұратбектің қызы деп айтса екен деп. Сосын мамам айтатын, қойш, қыз бала деген дәрігер бірдеңе болсын деп сондай қылып айтатын мамам. Сол кезде папам айтатын, осы қызым мені әлі атымды шығарады деп. Осылайша бірнеше енді өзім үшін мақтанарлық жағдай, біраз жерлерге, эфирлерге шықтым, сұхбат та беріп үлгердім. Жалпы мен өзіме, өзімнің бала кезімдегі арманыма жете алатынымды дәлелдедім. Мейлі қанша уақыт өтсін, мейлі сен қай жерде бол, ең бастысы өзіңе сенімді болсаң, кез келген жетістікке жетуге болады. Ол бизнесте, ол өзіңнің арманың болсын, ол басқа жерде болсын, шынымен өз-өзіңе мықты екеніңді дәлелдей аласың. Мен басқаға танылу емес, мен өз-өзіме неге жете алады екем? Ақыры мен тек қана дайын жұмыстарды істеп үйренгенше, мен өзімнің кругозорымды, яғни ой өрісімді дамытайын. Мен қаншалықты биікке жете алам, мен не істей алам, жай ғана қыз бала ретінде өмірге келіп, өзімнің мысалы міндетім, парызым, яғни тұрмысқа шығып, балалы болып қана отыруыма, жоқ әлде мен солардың барлығын біріктіре отырып, бір нәрсеге жете алам ба деген өзімде сұрақ болды. Міне мен оған жеттім. Сондықтан мен өз-өзіме мықты екенімді дәлелдедім деп ойлаймын. Сіздерге де осы әңгіме барысындағы қорытынды айтар қолдауым, мотивациям болсын деп айтайын. Ештеңеден қорықпаңыздар, сіздерге ештеңе кедергі емес. Сіздердің ойларыңыздағы шектеу, ол сіздердің миларыңызда ғана. Біреу не дейді, анау не дейді, не болып қалады, не істеймін, бүйтпей қалса қайтем, сөйтпей қалса қайтем деген сияқты. Ал менің жағдайымда мен тіпті бір үйдің келінімін, былай қарап тұрсаңыздар. Бірақ оказывается, ол шектеулердің бәрі біздің миымызда болғандықтан біз өзімізді тежей береміз. Ал негізі шындап келгенде, шынымен тырыссақ, барлығына қол жеткізе аламыз. Сондықтан сіздерге менің осы оқиғам, өмір жолым, қысқаша айтылған өмір жолым сіздерге кішкене де болсын дем бергенін қалаймын. Ал енді сіздер жалпы бұл вайында көбісі ойлайды, енді мен бастадым, Дидар бұл жерде жалпы жай ғана қарапайым отағасының рөлінде деп. Негізі олай емес. Менің арт жағымда ол Дидар тұрған, өйткені қаншама идея, қаншама вайнның барлығы сол кісіден өтеді, барлығы соның сараптауынан өтеді, барлығы соның утверждениесімен өтеді. Көбісі ойлайтын шығар, мына әйел өзі пысық,
күйеуіне бүйтіп ап вайн түсіріп жүр, күшті, молодец деген сияқты. Жоқ, на самом деле соның барлығында Дидар тұр. Барлық сұрағыма жауап беретін, барлық керегімді тауып беретін, алып беретін, маған жол көрсететін, осыны былай істе, ананы былай түсір, ондай түсірме деп бәрін жазып беретін осы Дидар. Сол себепті сіздердің ойларыңызда көбісі де маған тікелей жазып жатады. Жансая, сіздің осы жолыңызға Дидар қалай қарайды, вайнер болуыңызға қалай қарайды деген сияқты. Сол сұрақтарға мен Дидардың өзі жауап берсе деп Дидардан өтініш жасадым. Қазір сіздердің 2-3 негізгі сұрақтарыңызға Дидар өзінің ойын айтатын болады. Дидар, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы мен оқырмандарымның всегда қоятын 2-3 сұрағы бар. Соған сен енді өзің жеке жауап беріп өтсең. Ең біріншісі, Жансая қандай болып еді? Басында ма? Екеуміз жүріп жүргенде ма? Иә. Кім болып едім жалпы? Екеуміз жүріп жүрген кезде мен қандай едім? Мен ол кезде вайнер емес едім. Мысалы, қандай өзгеріс болды осы уақытқа дейін? Кім ретінде танисың мені бұрын? Жансаяны енді барлық жерде жұмыс істеп көрген жан ретінде танимын. Барлық жердеге уже жұмыс істеп көрді ғой, анада да, мынада да. Бірақ өз-өзін таба алмай жүрді. Таба алмағанда ол андай барып істей береді. Мына жаққа да 1-2 ай істейді, ана жаққа да 1-2 ай істейді. Бірақ соңына келген кезде андай өзінің несін сезді, типа бұл жер менің болашағымды ол жерден көрмейтінін сезіп, сол жерден шығып кететін. То есть мысалы бір жерге барады жұмыс істеуге. Егер де оған 1-2 айында ұнамаса, ол шығып кететін сразу. Ол деген сөз, значит, сен барған соң болашағыңды ол жерден көре алмайсың. Значит, ол жерден сразу шығып кету керек. 1 жыл істей тұрайын, 2 жыл істей тұрайын деген нәрсе керек емес. Сразу шығып кету керек. Лучше басқа жерге барыңыз. Сөйтіп Жансая қанша жерді көріп, бір рет ана жаңа неде бургер жасайтын жерде істедің ғой? Иә. Сол кезде холодильнигіне кіргізіп, андай ет сақтайтын холодильнигіне кіргізіп жүрген ғой. Соның ішінде қатық Пол жуғыз қойған болатын. Тоңып морозильниктің ішінде. Щеткамен 40 жыл жуылмаған қап-қара адам аяғының ізі бүйтіп престеліп қалып қалған жерді щеткамен бұрқыратып жуғызып, анау өте суық бөлме, өте мұз ананың іші. Сол жерден ауырып бірақ шыққам. Вот, бұрын сондай еді, андай қайтпайтын, ал қазір енді жылап қалады десең. Жоқ, ондай емес. Жоқ, наоборот, андай алған бетінен қайтпайтын, талабы үлкен жан ретінде білем. Ой, мақтап қойдың ғой. Ал енді мен вайнер болғаннан кейін не өзгерді менде? Кім бола бастадым? Қандай болып кеттім? Мен қазір осы жерде оқырмандарыңа шынымды айтайын. Бұл вайнер болған кезінде қандай еді? Қазір вообще өзгеріс жоқ. Тура сондай. Вайнер болмаған кезінде? Иә, то есть болмаған кезінде қандай еді? Қазір дәл солай. Менде енді чуть-чуть сөздік қор жоқ. Сондықтан андай осындай ойымды жеткізе алмай қалам. Сонда мен бұрын қандай болдым, қазір де сондай деп ойлайсың, иә? Мүмкін мен андай ақшаларда бір нетіп қалатын шығармын. Ақшаның буы көз алдында бүйтіп, бір өзімше болып кететін кездер бола ма? Саған мысалы, мен өзім байқамаймын ғой оны. Жоқ, вообще андай ақшаға қызықпайды, мүлдем ақшаға қызықпайды. Ақшалар келіп жатады, мысалы, ол бір техниканың соңынан қуып, или киімнің ой мен мынаны алуым керек, ондай емес. Бұл вообще ақшаға қызықпайды. Наоборот, шығармашылыққа больше. Бізде мысалы нелер енді вайнда бірдеңелер, енді заказдар келіп жатады, или сценарийға заказдар келіп жатады. Адамда енді бірінші сен өзіңнің жұмысың ақыңды алу үшін ақшаны ойлайсың ғой. Осынша ақша, осындай. Жансаяда ондай емес, бірінші ана творчествоны ойлайды. Главное жақсылап өткізу, күштілеп әдемі қылып, 100 000 теңгенің затына 20 000 теңге алады деп. Иә, бірақ бізде мен өзі всегда айтам ғой, Дико ақшаға жұмсақ емес, мен жұмсақпын. Бірдеңеге келіскенде де кішкене желініп қалатыным бар, немесе біреуге беріп сайтыным бар ақшаны. Бірақ Дидар ол жағынан ондай емес, наоборот, сол жақсы шығар. Екеуміз бірдей ақшаның мән мағынасын білмесек, білмеймін қандай болар еді. Ал бірақ шынымен мен дүниеге қатты қызықпайтын адаммын.
киім нетіп, тіпті алтынға да ондай қызығушылығым жоқ екен, білмеймін шынымен. неше сақинаң бар өзі? Қазір 2-ақ сақина Екі қалды. ақ сақинасы бар. Болды. Сырғам бар, еще мынау комплект қой просто. Сен, значит, әперуің керек, қайта мен сенің мазаңды алмаймын. Ол сол жақсы ма негізі? Мазаны алмаған ба? Иә. Білмеймін. Просто мен сақина алып бере аламын мен саған. Да? Но одан да ол ақшаға деп андай мен сөйтіп бастаймын. Сөйтеді да, жарайды дей саламын мен сосын. Одан да ол ақшаға мынандай істемедік па деп. Үйге салайық деп, немесе Иә. ананы бүйтіп салайық, мынаны сөйтіп салайық десе, жарайды давай дей саламын. Иә, бірінші андай отбасы болғаннан кейін балалы болуды ойлайсың, ананы ойлайсың, содан әрине баспаналы болуды ойлайсың ғой. Сол үшін қазір білмеймін, енді кішкене тапқанымыз артылып қалса болды, үйге салуға тырысамыз. Жақсы, рахмет. Үшінші сұрақ, көп адамдар қояды, күйеуің сенің вайнер болуыңа қалай қарайды, қызғанбай ма деген сияқты сұрақтар болады. Сен қалай қарайсың жалпы менің осы вайнер болып жүргеніме? Енді білмеймін, мен өзім творчестводағы адам болғаннан кейін мен олай қызғанбаймын. Өйткені менің өзім де сондай сферада жүрмін, сценарий жазам, съемкаларға барам, әйтем бүйтем, сондықтан қызғанбаймын ондай жағынан. Және мен ылғи сенімен түсем ғой в основном, басқа жерге де бармаймын, сақинамды тастамаймын, енді қызғанатындай себеп жоқ деп ойлаймын. Менде енді қинап түсіреді мені вайнға. Давай осындай вайн бар түсірейік деп. Менде актерлық шеберлік жоқ қой менде. Вайндарымды қарасаңыздар, біздің екеумізбен. Менің актерлық шеберлігімді қарасаңыздар, вообще 0. Просто андай ағаш құсап ойнаймын ғой. Өзі күшті қылып ойнайды бәрін. Бірақ жаңа айтқанымдай, менің барлық осы жүрген жерімнің барлығында, барлық вайнның артында осы Дидар тұр, авторы ретінде барлығын съемкасын өзі түсіріп, монтажын өзі жасайды. Сол себепті Дидар не при чем, жай ғана бір отағасы деп түсінбеңіздер. Дәл қазір сіздер біздің құпияны біліп жатсыздар. Өте қатал қарайтын адам, қаншама дубль жасататын адам. Сол себепті актерлық шеберлігі болмаса да, в общем, басқа жағынан мынау енді. Еще мен өзім ойнай алмағаныммен қоймай, Жансаяны түсіріп тұрған кезде айтам ғой, сен мынаны дұрыс ойнаған жоқ сияқтысың, қайтадан ойнашы деп. Сондай әңгіме айтады, сөйтіп 100 дубль болады, короче. Қайта мен бірақ андай көп ренжімеймін, жарайды деп түсе берем. Ал енді қуанышты жаңалық, басым көпшілігіңіз білесіздер, кейбіреуіңіз қазір білесіздер. Алла қаласа біз жуырда Дидар екеуміз ата-анамыз. Енді маған көптеген оқырмандарым тілек жазып жатыр, мен әлі күнге оқып біте алмай жатырмын. Одан бөлек көбісі сіз үшін дұғада болдым деп жатыр. Алла разы болсын, көп рахмет. Өте қуаныштымын, және көптеген қыз-келіншектер одан бөлек енді мен вайнер болып ол кісілердің алдында бір жылдай уақыт жүргеннен кейін ол кісілер маған мынадай сұрақтар қоя бастады. Қалай көтердіңіз? Қайда емделдіңіз деген сияқты сұрақтар қоя бастады. Неге мен бұл жайлы айтқым келіп отыр? Себебі мен біраз уақыт кішкене осы бөпені күтіп қалған болатынмын. Сол себепті осындай сұрақтарға жауап берейін деп шештім. Және тек қана сұраққа жауап беру емес, сіздерді, яғни құрметті қыз-келіншектер, қолдағым келеді, сіздерге мотивация болсын деп осы влогты да арнайы түсіріп отырмын. Алла қаласа Дидар екеуміздің үйленгенімізге биыл 2 жыл болады, бірақ біз осы сәбиімізді 1,5 жыл күттік. Менің денсаулығыма байланысты болды ол, және дәл осы кезде сразу айта кетейін, мен осы уақытқа дейін сол күткеннен бастап, басында жарты жылдай мен қалыпты түрде қарап жүре бердім, яғни енді ол ертеме кешпе болады ғой деген сияқты. Одан кейін енді уже уақыт өте бастады, жарты жыл өтті. Оған енді уже осознанно қарадым ол жағдайға. Содан кейін көптеген осы Алматы қаласындағы дәрігерлерге қаралдым, яғни гинеколог дәрігерлерге. Бір емес бірнешеуіне бардым. Әркім әртүрлі себеп айтады. Ақыры нақты себебін анықтадық, денсаулығыма байланысты. Айтпай-ақ қояйын не себеп екенін, бірақ өзімнің денсаулығыма байланысты себебін анықтадық. Бірақ өкінішке орай ондай жай ғана гинеколог мамандардың көмегі тимеді маған.
Мен интернеттен көптеген медициналық орталықтарды, әртүрлі мықты мамандарды іздей бастадым, отзывтарын қарадым. Солайша интернеттен репродуктивтік медицина институты деген жерді таптым. Бұл Алматы қаласында, мүмкін біраз бөлігіңіз оны білетін шығарсыздар. Сол жерге бардым. Негізі көбісі оны эко-центр деп қалыптастырып кеткен өздерінің ойларында. Мен де қорықтым, эко орталығы деген сияқты, бірақ барып көрейін, мүмкін табиғи жүктілікке де көмектесетін шығар деген сияқты. Солайша барып едім, дәрігерге барған кезде өзім қарап отзывтарына жақсы врачтардың біріне бардым. Сол дәрігерге барған кезде ол кісі маған сразу айтты: жалпы эко деген ол мүлдем амалы болмағанда соңғы шанс ретінде ұсынылатын түрі деп. Ал оғанға дейін сіз тем более әлі жассыз, үйленгеніңізге де, тұрмыс құрғаныңызға да көп уақыт болмаған екен, оғанға дейін сіз өз күшіңізбен көруіңіз керек деген. Ол кезде мен енді қатты қуандым, өйткені шынымен мен қорықтым, маған сразу енді соны айта сала ма, соны эко болады, соны істеу керек деген сияқты айта ма деп ойладым, бірақ олай емес, бағыма орай өзіміздің күшімізбен тырысып көрейік деп айтты. Жақсы деп мен ол кісімен бірге жұмыс жасауды бастадым. Толық анализдерден өткізді, барлығын қарады, себебін анықтады. Осындай себеппен сізде кішкене бөгеліп жатыр, кешігіп жатыр деп. Бірақ біз енді қазір витаминдер ішуіміз керекпіз, мынандай ішуіміз керек, мынадай жасауымыз керекпіз. Содан кейін Алла қаласа результаты болады деп. Содан кейін енді көбісі сұрап жатырды қыздардың, сіз қандай витаминдер іштіңіз деп. Ол витаминге байланысты емес, әр адамға жеке индивидуально жазылады ол. Мысалы, біреуге мен ішкен витаминді берсе, екіншісіге ол жарамауы мүмкін. Сол себепті мен нақты айтпай ақ қойын, мына дәріні іштім деп, ертең сіздер соны сеніп, үміттеніп ішулеріңіз мүмкін. Ал ол сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол себепті оларды айтпай ақ қояйын. Көптеген қыз-келіншектер жаңағы женский календарь болады телефондағы, соған қарап, сонымен есептеп жүреді. Ал негізі айтқым келетіні ол өтірік. Өйткені телефон сіздің организміңізді білмейді. Мысалы, сізде қандай өзгеріс болып жатыр, қай кезде не болып жатыр, ештеңені білмейді. Сол себепті көптеген келіншектер сол жаңағы календарға сеніп, уақытын өткізіп жатады. Соның бірі өзім тіпті. Бұл маған дәрігердің айтқаны: Жансая, ол өтірік, оған календарға не үшін қарайсың, вообще өшіріп таста, керек емес. Сен тек қана маманына келіп, УЗИ жасатып отырып қарайтын нәрсе ол деп. Жарайды деп мен сол кісінің қабылдауында болдым, барлығын четко істеп жүрдік, және одан бөлек бір ерекшелігі ол жерде сіздің жолдасыңызды да қарайды, яғни екеуіңізден де себепті анықтайды. Мен Дидарға айтқан кезде, жалпы бұл жерді таптым, барайын деген кезде, ол мені бірден қолдады. Наоборот, жүр, давай, конечно, барайық деп. Дидар да барды, онда барлығы жақсы, менің денсаулығыма байланысты болып тұр екен, барлығы. Содан кейін мен емделдім. Көп уақыт өткен жоқ. Сол кісіге емделгеннен кейін Алланың қалауымен осы жаңалыққа жеттік. Бірақ кішкене құпияда ұстадық, себебі көзбен сөзден қорықтық, және біраз уақыт күткеннен кейін шынымен оған алаңдайсың, анализ тапсырып барып, баланың денсаулығына жақсылап көз жеткізгіміз келді. Ал бірақ енді одан ары қарай жасыра тұруға да болар ма еді? Оған енді вайн түсірмей кетуге тағы болмайды. Вайн түсірген кезде сіздер бәрібір көресіздер, ал оны айтпай құр бүйтіп жүре берген тоже бір түрлі, сіздерге айтайық деп шештік. Жалпы бұл кезеңде тек қана әйел адамға қатысты емес, бұл ер адамның да бұл жерде маңызы жоғары, рөлі орасан зор деп айтар едім. Себебі әйел адам жарайды, бүкіл күнәні кейде өзінен іздейді. Басқа адамдарда сол әйел адамға тікелей айтуы мүмкін, неге көтермей жүрсің деген сияқты. Ол бір жақтың проблемасы емес. Оны көз жеткізу үшін екі жақта қаралу керек, яғни жолдасыңыз да, өзіңіз де. Жаңағы жерде жолдасыңызды тексереді, барлығы жақсы болса, сізбен жұмыс жасайды деген сияқты. Ол жерде себебі көп қой. Мына жерде маған мысалы сообщениеде көптеген адамдар 4 жыл күтіп жүрмін, 3 жыл болды, 2 жыл болды деп жатыр да. Мысалы, кейбіреулері мүмкін ауыл аймақтарда тұратын шығар, мүмкін осындай жерлерді білмейтін шығар. Бірақ негізі, егер де өзіңіз күтіп жүрген уақыттан өте қатты асып кеттім деп ойласаңыз, онда дереу әрекетке көшу керек.
ең бірінші ниет, кейін әрекет, сосын нәтиже дейді ғой. Сіз ниеттендіңіз, ниетіңіз бар, дұғадасыз. Мен мысалы былтырғы жылы Рамазан айында кәдімгідей күнде жылайтынмын, қадір түнінде мен кәдімгі жылап тұрып тілек тілейтінмін. Қазір бір жылдан кейін Аллаға шүкір, мен өткенде қадір түнде ойлап отырып, бір жыл бұрын жылап отыр едім ғой мен осы дұғаны тілеп деп. Егер де өз ойыңыздағы уақыттан шамадан тыс асып кетсеңіз, дереу әрекетке көшу керек. Осындай жерлерді іздеңіз, Алматыға келуді ойлаңыз. Мен енді басқа жақтарда да бар екен, Шымкент қаласында да, тағы бір-екі жерлерде, бірақ Алматы қаласындағы өзім барған жерді нақты айтып отырғаным, енді барлық дәрігерлер туралы отзывтар жақсы, барлығында результат бар. Сол себепті сондай жерге келіп қаралып көру керек, нақты себебін анықтау керек. Ол ұзақ уақыт жүріп қалуға тағы да болмайды. Осылайша мен сіздердің сұраған негізгі сұрақтарыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Яғни қалай көтердіңіз, не істедіңіз деген сияқты барлығы осы табиғи жүктілік. Тек өзім кішкене денсаулығыма байланысты уақытты созып алыппын, емделу керек болды, және бұл нәтижесі дәрілер қабылдап айтып бүйтіп осыған Аллаға шүкір жеттік. Ал енді қыздар, сіздерге айтарым, мәселені өздеріңізден ғана іздемеңіздер, жан-жақтан шешімін тауып көруге тырысыңыздар, және мойымаңыздар. Ерте ме кеш пе әр әйел адамға берілетін бақыт, ең бастысы ниетіңіз түзу болсын, жаман нәрселерден аулақ болыңыз. Мысалы, қалай айтса болады, мысалы кейбір адамдар болады, өздерінің енді өмір сүру образдары өзгешелеу. Мүмкін үйлерінде ішімдік пайдаланатын шығар деген сияқты. Тағы да басқа, егер ниетіңіз шын болса, адал болса, жолдасыңыз екеуіңіз де таза жолда жүріңіздер, адал жолда жүріңіздер. Ешқандай біреудің ақысын жеу, біреуге бірдеңе зиян келтіру деген сияқты ондай нәрсенің барлығынан аулақ болыңыздар, себебі сіздер үлкен ниет етіп жүрсіздер, ал оның барлығы шынымен әсер ететін болады. Және басқа қыз келіншектер, өкінішке орай мынадай проблема бар. Жаңалық бар ма? Чотам қашан көтересің? Чотам не жаңалық деген сияқты осы сынды сұрақтарды өте көп қойылады, бірақ бұл дұрыс емес. Ол бір Алланың қолында, мен оны тек солай ғана айтам. Басында мен оған мән бермейтінмін, жүре беретінмін, көңілді қарайтынмын, мен өзім жалпы позитивті адаммын, кез келген нәрсеге позитивпен қараймын. Бірақ осы жолы кейін уақыт өте келе, менде енді оқырмандар бар, әрине 98% өте жақсы адамдар, бірақ арасында мынадай да оқырмандар болады. Әсіресе ер адамдар. Енді ол ер адамдарға қандай қатысы бар екен, оны мен білмедім. Осындай сұрақтар қояды, жеке басқа қатысты. Жауап бермейсің әрине, бірақ ойыңнан кетпейді. Содан кейін уже іштей өзіңді жей бастайсың. Мен уже кішкене раздраженная бола бастадым, ренішпен сөйлеймін, бірдеңеге жұлынып жауап бере салатын болдым. Өйткені оқырмандардың осындай хаттары мені уже ақырындап жей бастады. Менің туған туысқандарым, отбасым, жақындарым бұл сұрақты қойған емес, бірақ осылай оқырмандардың сенің жеке территорияңа кіріп осындай сұрақ қоюы мені өкінішке орай қатты сындырды десе де болады моральдық тұрғыда. Бірақ Дидар маған всегда ұрсатын: не үшін қарайсың, оны неменеге қарайсың, оқыма, мән берме, қоя берсін, несі бар деп. Мен кейде ойлайтын, жауап беріп сайын ба, неңіз бар ода деген сияқты айтайын ба деп, бірақ Дико мен тоқтатып тастайтын. Солайша мен айтпай жүре бердім, ештеңе демей-ақ, бірақ шынымен бұндай сұрақтар өте орынсыз. Ол сол проблемамен жүрген адамға қаншалықты ауыр тиетінін білесіздер ма? Қазір ойланып көрсеңіздер, біріншін қашан, екіншін қашан, когда третьего планируете деген не ол, мысалы деймін да, ол адамға қандай қатысы бар? Әркім өз өмірін сүре берсін. Аллаға шүкір, өз балаңыз бар ма, балапаныңыз, соның тілеуін тілеп жүре беріңіз. Басқа отбасында сіздің жұмысыңыз болмауы керек, ол отбасыға ешкім араласпауы керек. Олар жайдан жай жүрген жоқ қой. Мен ойлаймын, кез келген отбасы ой, потом бірдеңе деп ешқашан оны кейінге қалдырмайды. Явно бір себеп бар. Сол себепті осындай проблемамен жүрген адамның жағдайына кіре біліңіздер, түсіне біліңіздер, наоборот қолдау білдіріңіздер.
мысалы мен өзім ойлаймын 1,5 жылда осындай енді раздражениеге жетсем 4 жыл одан да көп жыл күтіп жүрген қыз келіншектер тіпті вообще мықты, респект деп айтқым келеді мен ол кісілерге. Мінекей сіздер менің осы влогымнан маған одан сайын жақын бола түстіңіздер. Мен алғаш рет сіздерге осылай өзімнің сырымды айтып бөлісіп отырмын. Бұны енді кейін айтам ба, айтпайым ба білмеймін, бірақ сіздер үшін арнайы түсірдім. Каждый адамға жеке-жеке жауап беру мүмкін емес болды. Маған қарап сіздерде үміт оты оянды деген сенімдемін. Кез келген уақытта әр мәселенің шешімі болады. Соны іздеңіздер, табуларыңызға тілектеспін және тек қана жақсы ниетпен, адал жолмен жүріп, үміттеріңізді үзбеңіздер. Барлығы жақсы болады Алла қаласа. Осы мені көріп отырған нақты маған осы сұрақтарды қойған қыз келіншектер сіздерге сәбилі болуларыңызға тілектеспіз. Дидар екеуміздің атымыздан біз өте қуанышты болар едік. Осы жерге бардық, қаралдық, сіз айтқаннан кейін солай болды дегенге мен өте қатты қуанатын едім. Және осы орайда мен Дидарға рахмет айтқым келеді. Қандай жағдай болмасын, қасымда болды. Маған қарағанда Дидар әлде қайда мықты. Наоборот, мен жолдың ортасында сына бастадым, жылай бастадым. Ай сайын күткеннен кейін уайымдайсың. Сол кезде Дидар маған ұрсып, сен не үшін жылайсың, неге жылайсың? Мен саған ештеңе деп жатқан жоқпын. Сен сырт көзге мән бермей ақ қойшы. Оның барлығы өтеді де кетеді. Сен ең бастысы өзіңді ойла. Барлығы жақсы болады, жақсы оймен қабылда, сонда ғана мен сені ешқайда асықтырмаймын, мен сенен ештеңе талап етіп жатқан жоқпын дегеннен кейін мен осы орайда Дидар саған көп рахмет айтқым келеді. Білмеймін, егер де басқа бір жан болғанда мүмкін бәрі басқаша болар ма еді. Менің жанымда жүргеніңе, қолдап жүргеніңе, вайнер болсам да, қазіргі жағдайымда да бар еркелігімді көтеріп жүргеніңе көп рахмет. Соңынандай романтика кетті ғой. Соңғы сұрақ, жалпы екеуміздің енді Алла қаласа бөпеміз болады. Соған орай көптеген қыз келіншектердің сұрақтары болды. Қалай жеттіңіздер бұған, не істедіңіздер, қайда бардыңыздар деп. Себебі бұл жаңалықты біз көп күттік қой. Көп те емес, аз да емес, бірақ 1,5 жыл күттік. Осы уақытқа дейін енді біраз қиындықтардан өттік, сынақ болды біздің басымыздағы. Дәл осылай біз сияқты жүрген жандарға сен қандай өзіңнің ойыңды, ақыл кеңесіңді айтар едің? Енді мен өзімнің, мен енді қыздарға білмеймін, мен ұлдарға ғана айта аламын ғой. Бұндай жағдайда енді 100% қолдау керек. Өйткені уже сендер үйленгеннен кейін уже екеулерің бір адам боласыңдар почти. Сондықтан уже қандай жағдай болмасын қолдау керек. Сол кезде үйде отбасыда ешқандай ұрыс керіс, түсініспеушілік ештеңе болмайды. Значит, мәселе тек бір жақта болмауы мүмкін, иә? Екі жақтан да әркім инициатива білдіріп қараған жағдайда, енді менің жаңа жолдасым айтып кетті ғой, сөз қорым жоқ деп. Екі жақтан да мән беріп, қолдап бір-біріңізді шын қаласаңыздар, барлығының өзінің нәтижесі болады. Соны айтқым келді. Енді болды онда. Сұрақтарға жауап бергеніңізге көп рахмет. Әйеліңіз сіздің арқаңызда таныла берсін, сізге миллиондап ақша әкеле берсін деп. Рахмет шақырғаныңызға. Кеп тұрыңыз, осы жер менің. Студиям пока осы. Студия ашып берсеңіз вообще жақсы болар еді. Жалпы мен негізі кейде ойлаймын Дикоға, может мен өзімнің интервью бағдарламамда ашамын деген сияқты. Қалай ойлайсыздар? Сен негізі қолдайтын ба едің? Өте қолдаймын. Қазір енді интервьюлар өте көп қой, бірақ үлкен жастағы аудиторияларға адамдардан алады. Мысалы енді жастардан интервью алатын енді 40 сұрақ бар бөкей арнасы алатын. Басқаша форматта. Интервью болса мен қолдаймын. Егер де сен алатын болсаң интервью. Міне әйтеу бәрінде қолдап. Бірінші қонағы мен боламын деп өзіңнен шешті. Менен бастады. Онда мен оқырмандарым не дейді, соны тыңдаймын.
сіздерге көп рахмет соңына дейін көргендеріңіз үшін. Жалпы біздің отбасымызбен міне жақын таныс болдыңыздар. Мен негізі бұндай нәрсені ашып айта бермеймін, бізде инстаграмда жалпы кез келген нәрсені де түсіре бермейміз. Енді біз оқырманымыз көруі тиіс, білуі тиіс деген нәрселермен ғана бөлісеміз, ал кейбіреулері енді мойындау керек. Көрінген жер түсіріп жүреді, мындай алдым, қазір дикоға биттім деген сияқты. Бір енді арасында разнообразие болсын деп бірдеңелер салмасақ, қатты ондай ақпараттармен бөліспейміз. Сол себепті қазір өз аузымыздан естідіңіздер. Көп рахмет, бақытты болыңыздар. Сол? Қосылам. Сіздер енді біздің деппін ғой, Жансаяның парақшасына. Менікі бөлек өзім деп. Жазылып қойыңыздар деші. Жазылмай қойыңыздар, мен түкте салмаймын оған. Сондай адал блогерсің бе оқырмандарыңа? Алдамаймын оқырмандарымды. Жансаяның парақшасы енді сіздер күлу үшін жазылдыңыздар ғой. Күлу үшін, вайын көріп күлу үшін жазылдыңыздар. Біз сондықтан оған андай басқа нәрсе салғымыз келмейді. Күнделікті өмірімізді каждый раз көрсетіп сала бергіміз келмейді. Ол жерге енді сіздер күлу үшін жазылғандықтан күлкілі нәрселер ғана салғымыз келеді. Вот сіздердің көңілдеріңізді көтеру ғой. Главный мақсат. Жарайды онда. Болды. Рахмет. Все. Менің бұнымен айтқым келгені, жалпы сіз жеке өміріңізде де, кәсібіңізде де, немесе жұмысыңызда, отбасылық өмірде де мықты екендеріңізді ұмытпаңыздар. Өздеріңізге мықты екендеріңізді дәлелдеңіздер. Алдыға ұмтылыңыздар, ниет етіңіздер, нәтижеге жетіңіздер. Өздеріңізге мен мықтымын деп айтуды ұмытпаңыздар. Сонда ғана көптеген жетістікке жететін боласыздар. Мыналарың анаң шашын қара, кішкентай өзің. Осындай болып тұрады. Ар жаққа теуіп жүр. Балалар ғой ештеңе дей алмайсың.